Құрметті оқырмандар, осы білім инновация лицейлеріне 30 жыл толып жатыр, юбилей. Соған арнап біздің Білімді ел газеті арнайы спецвыпуск шығарды. Вот қазір Дархан Ермаханұлы, Дархан өте, всем вам известная личность в образовании. Сидим и вместе анализируем наш спецвыпуск, краткий, специально для вас. Дархан Ермаханович, осы спецвыпуск сізге өзіңізге лично ұнады ма? Иә, Ләззат ханым, біріншіден уақыт бөлгеніңізге рахмет. Мына Білімді ел газетіне мен үлкен шығармашылық топқа үлкен табыс тілеймін. Шын мәнінде бүгін қарап отырып, жалпы білім инновация лицейлерінің мазмұнын өте керемет ашыпсыз. Сондықтан мен өзім оқып, өте қызығып қарап шықтым. Сізге үлкен алғыс білдіремін. Бұл жерде жалпы сіздің профессионализміңіз көрініп тұр. Жалпы лицейлерді жан-жақты қырынан ашқансыз. Сондықтан сізге үлкен рахмет. Ну, вы знаете, мы такой большой мозговой штурм провели, встретились с вашими талантливыми ребятами, креативная группа. Каждой странице, каждый бетті прям ойлап, қалай күшті көрсетеміз деп, солай мозговой штурм жасады. Тут очень приятно, что министр лебізін на первой страничке. Это не каждый юбилей министр поздравляет, это тоже. Здесь мы посвятили с участием главы государства, показали ваших талантливых учителей. И мне вот депутаты тоже поздравляли, да? Бұл депутаттар, мысалға, жаңа дұрыс айттыңыз, мысалы, министр мырзадан бастайтын болсақ, Ғани Бектайұлы шын мәнінде ұлт жанашыры ретінде де жалпы біздің білім инновация лицейлерін ол кісі баяғыдан біледі, сондықтан ол кісі жалпы осы лицейлердің өміріне жете араласып, жалпы осы лицейлерді ары қарай қалай дамытсақ, қалай осы болып жатқан дүниені бүкіл мектептерге таратсақ деген мәселені министр болып келгеннен бастап осыны айтып жатыр. Тек қана білім инновация лицейлер емес, барлығы Назарбаев зияткерлік мектептері болсын, физмат мектеп, бәріміздің басын қосып қазір осы элитарлық жүйе бүкіл халыққа жұмыс істеу керек, бүкіл мектептерге жұмыс істеу керек деген ол кісі сол принциппен бізді жинап әр сұрап отыр. Сондықтан өзі осы 30 жылдыққа лебіз білдіргені мен оқу ағарту министрінің үлкен алғысымды білдіремін. Және біздің мына депутат мырза мен ханымдар, әсіресе Асқат мырза, Жұлдыз ханымдар, бұл кісілер де жалпы білім саласының жанашырлары, біздің лицейлер жүйесінде өте қатты біледі. Сондықтан ол кісілер де жыл сайын біздің жаңағы болып жатқан жағдайларға етене араласып, кеше мысалға білім инновация лицейлерінің көшбасшыларын бұл кісілер мәжілісте қонақ қылып, оларға керемет шабыттандырып, өздерінің тәжірибелерімен бөлісіп жатыр. Сондықтан осындай құттықтаулар үшін де мен ол кісілерге қор атынан үлкен алғыс білдіргім келеді. Керемет. И мына вот сұхбат екі бетке бердік сізбен, Дархан мырза, и жаңа брифингта тоже естідім. У вас тоже своя личная история начиналась жай, простой, қарапайым мұғалім. Дұрыс айтасыз. Мен енді өзім Шымкент қаласына білім инновация лицейінің алғашқы түлегі болам. Яғни бізде ауылдың баласымыз, бізге де сол 93 жылы лицейдің мұғалімдері біздің мектебімізге емтихан жасады. Біз де сол кезде енді бала болғандықтан сабақты жақсы оқыған бала едік. Сол лицейге барып түсейік деп, сондай шабыттанып лицейге түсу мүмкіндігін алдық, түстік. Келген екен әрине мен гуманитарлық бағытта өзімнің жаңа қабілетімді аңғарып, тарих пәнінен олимпиадаға қатыстым, жүлдегер атандым. Соны 11 сыныптар оқып жатқанда маған ұстаздарым айтты: Дархан, сен осы лицейлер ертең осы елдің бір жүйесіне айналады, соны өздері мұғалім болуларын керек, өздерін алып кетулерін керек деп, олар ата-аналарымызбен сөйлесті. Осылайша бізде мұғалім болайық онда деп тарих пәнін таңдап, мен осы Астанадағы Еуразиялық ұлттық университетінің тарих пәнінің түлегім деп айтсам болады. Осы жерде оқыдым. Сол оқумен қатар лицейде тәрбиешілік қызметім басталды. Сол тарих пәнінің 4-ші курста сабақ бере бастадым. Осылайша лицейде мұғалім болдым. Семей, Өскемен қалаларында және Алматы, Қызылорда қалаларында мектеп директоры болдым. 12 жылға жуық мектеп директорлығы атқардым. Кейін осы қор басшылығына ауысып келдік, осылай жұмысымызды жасап жатырмыз. Тура осындай бағытта біздің көптеген мұғалімдеріміз осы лицейді бітіріп, мұғалімдік таңдап, осы жүйені ары қарай дамытайық деген ізгі мақсатпен жұмыс істеп жатқан жайлары бар. Здорово, действительно, вот в БИЛах очень хорошо ротация идет. Вот с кем вот не познакомишься из руководителей, они работали во всех регионах. Если же она, это уже ведомость, большие подъемные платятся, стимулируются, чтобы человек в любой регион поехал с чемоданом и работал, полностью отдаваясь жестко, да? И вот тут у нас очень такая хорошая цветная страница вышла, разворот.
где мы показали, вот, это Мгм. очень такой показательный, мне кажется, такая инфографика, оказывается, бәрі осы билдың оқушылар медальдарын былай высотаға қойса, выше Бәйтерек это Иә. же, Бәйтеректен выше, а если бәрін вес қосса, 1820 килограмма бір Toyota Camry'дан Иә. даже тяжелее. Мен біздің ағайларға сұрадым, мынау сурет дұрыс қой десем, толық дұрыс дейді. Ну, я тоже сомневалась, я тоже Иә. 100 раз переспрашивала, говорю, ертең бізді айтпай ма? Иә, соны айттым, мен де айттым, иә. Действительно, вот такие вот достижения огромные. Мгм. В общем, друзья, билдың достижения на это версен, это уйти көп уақыт займет, у нас Мгм. время ограниченное. Дахан Мырза очень занятой человек, сейчас он Мгм. улетает в Шымкент, я буквально на 5 минут его вырвала из нашего пресс-тура. В общем, я рада, что у нас вышел спецвыпуск, будем сотрудничать. Жақсы. Поздравляю вас Иә, с рахмет. юбилеем. Сізге рахмет, сіздердің жұмыстарыңыз да өте маңызды. Осылай біз бір-бірімізді қолдап, елімізге қызмет ету біз үшін де өте маңызды іс-шаралар. Сондықтан сіз бізді осы 30 жылдықпен қолдап жатқаныңызға, сіздің шығармашылық тобыңызға, білімді ел шығармашылық тобына мен жалпы қор атынан, лицейлер атынан үлкен алғысымды білдіремін сізге. Рахмет. Рахмет сізге. Жақсы. Просто нас